Армысыз театр десе жаңалыққа құлағын түре жүретін өнерсүйер қауым. Хадиша Бөкеева атындағы Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының кейіпкер жобасы аясында бүгін өздеріңізді шығармашылық ұжымның тағы бір белді мүшесімен таныстырмақ ниеттеміз. Бүгінгі кейіпкеріміз Хадиша театрының актері, мәдениет саласының үздігі Теміржан Хайратұлы Матаев. Теміржан Хайратұлы, алтын уақытыңызды бізбен әңгіме өрбітуге бөлгеніңізге көп рахмет. Сондай-ақ сізді жуырда ғана өткен кәсіби мереке, мәдениет және өнер саласы қызметкерлерінің күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сарқылмас шабыт, тың туындыларды тудыратын қажыр қайрат тілейміз. Рахмет. Рахмет. Енді бүгінгі осы кейіпкер бағдарламасын шақырғаныңызға көп рахмет. Жалпы қалыңыз қалай? Мына театр есігін тарс жапқан карантин кезін қалай өткеріп жатсыз? Қайырлы күн барша көрермендерге, тыңдармандарға. Енді сұрағыңызға келсек, ол әрине енді карантин кім-кімге де оңай болған жоқ, қай салаға да, мәдениет саласына да, жалпылама бүкіл әлемге тараған пандемия ғой. Енді өзіме келетін болсам, карантин кезінде ел қатарлы күн көрістің қамы, оны жасыратын түгі де жоқ. Уақыттарымды бөліп, сол ойнаған рөлдерімді арасында ашып қарап бір шолып өтем. Сосын бір уақыт бөліп арасында кітап оқимын. Өмірдеріңізге көз салсақ, Хадиша театрының сахнасында жүргеніңізге 30 жылға жуықтапты. Осы уақыт аралығында сіз театрға не бердіңіз? Театр сізге не берді? Театр маған не берді? Театр маған сол, мен енді өзім 95 жыл жұмысқа кірдім. Содан бері қарай театрдың маған бергені ең бірінші кезекте тәлім тәрбие. Екінші кезекте білім. Осы театр саласына келгелі небір қойылымдарды қоямыз, небір рөлдерді ойнаймыз. Сол кездерде ізденіске, кітап парақтарын ақтаруға уақыттар бөліп, білімімізді ұштауға осы театр берді. Оны ешқандай жасыра алмаймын, оны тек қана мен емес, осы театр саласында жүрген, театр сахнасында жүрген актерлардың бәрі де жауаптар осындай болды деп ойлаймын. Мен театрға бергенім осындағы 26 жыл ғұмырым. 26 жыл болса театр сахнасында, театр ішінде жүрген уақытым. Ал мен өзімнің бергенімнен гөрі осы өзгелердің берген туралы мен айтқым келіп тұр. Енді айтқанда да ешкімнің көңіліне тимес үшін қазір осы уақытта, осы мезгілде, осы біздің театрда штатпен жұмыс істеп жүрген әртістердің көңіліне тимес үшін, осы біздің театрда жұмыс жасап, штат бойынша жұмыс жасап, қазір белгілі бір себептермен басқа театрларда қызмет атқарып жүрген аға-апаларымыз, замандастарымыз туралы айтқым келеді. Ол айтады ғой, енді бүгінгі күн ертеңгі тарих дейді. 93-те театр ашылды, мен өзім 95-те келдім. Ал 98 жылы Таразда болған фестивальда театр, жас театр алғашқы гран-при жеңіп алды. Ал сол кезде алғаш сол жеңіп алған фестивальдағы режиссер Мұрат Ахманов. Сол қойылымда ойнаған үлкен ағаларымыз, апаларымыз, Қайыпберген ағай, Бану апай, Гүлнар апай, марқұм Телман ағай, замандасымыз Боранбай, тағысын тағы, олардың өзі сол театрға берген үлкен бір жетістік деп ойлаймын. Ол да тарих. Ал бертін келе тағы да осы фестивальдерде ойнаған рөлдерін қойды, Қорқыт қойылымын қойды. Қуандық Қасымов. Ол Қорқыт қойылымымен енді ол біздің театрда істемегенмен де, ол театрда тарихта қалды. Шақырылу режиссер болып қойғанмен де. Ол Қорқыт қойылымымен шетелге дейін барып келді. Ол қойылымда ойнаған әртістер, жаңа айттым ғой, енді осы белгілі себептермен қазір басқа театрларда жұмыс істеп жүрген актерлар туралы айтқым келеді деп. Онда ойнаған мысалға Ербол Есендосов. Оны қалай айтпайсың? Осы театрға үлкен жетістігі келген Қостанайда болған фестивальда атым өшсін эстрада қойылымы. Онда Мұқанғали Томанов
Қалар Атырау театрының режиссері. Ол кісінің қолтаңбасы. Сол фестивальде 7 бірдей номинацияны театрдың жеңіп алуы. Ол тек қана біздің Қадиша театрының тарихы емес, Қазақстанның театр өнерінің тарихына ендіресек ешқандай қателеспейміз. Ал сол қойылымда ойнаған әртістер, олардың қалдырған іздері, оның өзі бір тарих. Қуандық ағаның соңғы мынау фестивальдарда қойып кеткен Филактеті бар, Троясы бар. Ол тек қана Қазақстанның көлемінде емес, бүкіл әлемдік көлемге қойылды. Қырымда, Македонияда жүлделі орындар алып келіп, ол қойылымдарда мысалға жүлделі номинациялар алып келген әртістеріміз бар. Оның өзі үлкен тарих. Біздің театрдың көрерменге, халыққа қажетті репертуарларды қалыптастыруда, театр әртістерінің білімін ұштауға, театрда қойылып жатырған қойылымдардың, жаңа шетелдік қойылымдарды қазақшаға аудармалап, осы театрдың сахналауына үлкен үлес қосқан. Онымен қатар тек қана осы театр саласы емес, осы қарауындағы әртістердің бәріне деп айтпайын енді, әлеуметтік жағына үлкен көбірек көңіл бөлген, үлкен өзінің ағалық, әкелік қамқорлығын көрсеткен, мысалы Құжарғали Төлеуші ағамыз туралы қалай айтпасқа. Сондай ағалардың, замандастардың бергендері үлкен тарих. Біздің театрдың тарихында үлкен алтын әріппен жазылатын замандар, уақыттар, оны ешкім жоққа шығарылмайды. Ол тарихта болды. Енді тілеріміз тап сондай тарихи күндер әлде алда болса екен деп тілейміз. Соған тілекшіміз. Ал енді жаңа айттық қой, енді пандемияда қалай уақыт өткізіңіз деп. Пандемияда осы карантин кезінде театрды сағынған көрермендермен қайта қауышатын күнде алыс емес сияқты. Сол күндерді аңсаймыз. Тек қана біз емес, көрермендерді аңсап отырғандар. Сол күндерге жетсе екен деп. Сол күндер тезірек болса екен деп тілейміз. Өзіңіздің ең алғашқы рөліңіз есіңізде ме? Әрине есімде. Мен енді 95 жылы Дәулеткерей өнер институтын бітіргеннен кейін осы театрға алғашқы қадам басып келдім. Енді алдында газетке берген сұхбатымда айтқам, осы театрға келуіме кім себепкер болған. Енді Мұсағали Бектенов қазіргі әріптесіміз, сахнада жүрген. Енді оны студент кезінен танимыз, сол жатақханадан, сол кезден. Сол кісі бір сол жатақханада кездескенбіз, ал оқу бітіргесін қайда барасың деп маған сұрақ қойған. Мен айттым, білмеймін енді, елге баратын болармын деп. Сосын айтқан, сен келіп театрға келіп бағын сынап көрсейші деп. Сол бағытпен келіп, ол кезде Абай қойылым қойылып жатырды. Енді келген бойда сен әртіссің деп сахнаға қойып берген жоқ. Әрине бірінші мен қабілетімді тексерді. Кастинг болды. Содан өткеннен кейін жұмысқа алындым. Абай қойылым қойылып жатырды. Сол Абай қойылымда ең бірінші осы театрға қадам басып келгендегі рөлім Көкбай рөлі. Көкбай рөлі. Енді өзіңіз жақсы біліп отырған боларсыз, көрермендер бірі білер, бірі білмес. Мен жаңа айттым ғой, Дәулеткерей институтын бітірдім де, менің театрға түскенде арнайы театрлық білім болған жоқ. Менің осы театр өнеріне алғаш көзімді ашқанда, алғаш театр әліппесін үйреткенде, сол 95-те кіргендегі ұжымдағы істеп жатырған ұжымдас сол кездегі аға апаларымыз. Оны енді бәрінде айтесеңіз айтып өтейін. Енді Амантай аға, Сайлау ағай, Қайыпберген ағай, Бану апай, Телман ағай, Боранбай замандасымыз, Мұсағали бар, Бибігүл бар, Бәкөн бар, замандасым марқұм Мықтыбай бар. Сондай азаматшылардың ортасына түсіп, ең бірінші қадамым, ең бірінші әліпбиім, ең бірінші сахнадағы жұмысым сол Көкбай рөлімен басталды. Сондай. Қадиша театрының сахнасында 60-тан астам кейіпкер сөйлеткен екенсіз. Соның ішінде тарихта тұңғыш рет сомдалған Жұбан ақынның бейнесі бар. Осы тыңнан түрен салу, тұңғыш ретінде тарихта қалу қалай екен өзі?
Енді жұбан рөліне келетін болсақ, шыны керек, енді мен өзім ойлаған жоқпын жұбанның рөлін маған береді деп, шынымды айтайын. Сол қойылымның режиссері Гауқарадай шақырып жатыр деді, кабинетіне бардым. Соны отырып сөйлескенде, сосын айтты, Теміржан аға, осылай жұбанды қояйын деп жатырмыз, сізге жұбанның рөлін бергелі тұрмыз деді. Сонда менің бірінші жауабым, айтқаным, кешіріңіз, сіз енді мен туралы көп біліңкіремейсіз, менің қабілетімді біліңкіремейсіз, қандай актер екенімді біліңкіремейсіз, менің амплуамды біліңкіремейсіз. Сені тапсырып жатыр екенсіз, енді тапсырғаннан кейін қайтаруға ешқандай мен құқым жоқ. Осы театр актері болғаннан кейін сенім тапсырып жатыр екенсіз, жұмыс істеп көрейін дедім. Жұмыс істеп көрейін. Егер де көңіліңізден шықпасам, сол рөлге, егер де мен сол рөлді ала алмай жатырсам, кез келген уақытта, кез келген сәтте ауыстыруға қақыңыз бар. Мен оны ешқандай да ренжімеймін деп, солай басынан ашып айтылған болатын. Сол жаңа айтқан рөл берілді. Енді қабілетім жеткенше, қадірім жеткенше ойнап шықтым. Оған енді төреші көрермендер әрине оңай болған жоқ. Ізденісте болды, елдеріне бардық, еліне, ауылына бардық, бәріне көрдік, зерттедік. Ақылшылар да көп болды. Бәрі де енді әрине сол қойылым үшін, қобалжып, сол қойылым үшін жақсы шыққан ойлайды ғой енді. Қай театрдың қызметкері де. Әрқайсысы өзінше жұбанды көріп келіп, өзінше былай болғанын жақсы көріп, жан-жақтан өздерінің ойларын айтады. Енді керегін аласың, керегін алмайсың. Кейбір керектерін алғанда режиссердің талабына шыға алмай қаласың. Сондай өзгерістер болды. Енді эфирде отырмыз ғой, енді сол кездегі ақылдарын алмай қалған әріптестерімнен кешірім сұраймын. Енді сол рөлді алып жатырғанда, жаңа тарих деп айтып отырсыз ғой, мен жұбанның рөлін тарихта бірінші рет ойнайын деп жатырмын, тарихта қаламау деген ой мен үш ұйықтасам да түсімде болған жоқ. Оның бертін келе осы қойылымды дайындау процесі кезінде өзім ойламаған жерден сол арамызда жүрген бір әріптесіміздің біреуі айтқан: Теміржан аға, сіз жұбанның рөлін ең бірінші ойнайын деп жатырған актер боласыз, сіз тарихта қаласыз деп. Сол кезде барып мен ойыма келді. Мен яғни жұбанның рөлін бірінші ойнасам тарихта қалайын тұр екенмін ғой деген. Сондай ойлар болды. Басқалай артық мен тарихта қалып жатырмау, мен былай етейін деген асыра сілтеу, тым жоғарылау менің ойымда болған жоқ. Сіздің азамат ретінде, актер ретінде өмірдегі басты ұстанымыңыз қандай? Азамат, енді актер ретінде сахнаға тағы да айтам, қадірім жеткенше, қабілетім жеткенше таза адал өнер алып шығуға тырысам. Сахнадағы әріптестеріммен бірге қоян қолтық жұмыс істеуге тырысам. Шамам келгенше сахнадағы әріптестеріме қолымнан келсе көмектесуге тырысам. Егер де маған біреу көмегін беріп жатырса, менің жете алмай жатырған жерімді, ақыл ойымның жетпей жатқан жерін жеткізіп жатырған әріптестерім болса, олардың берген ақыл кеңестерін алуға тырысам. Ол енді жұмыс процесінде болатын, кім-кімде де болатын жағдай. Азамат ретіндегі ұстанымым жалпы тек қана театрдағы емес, жанұяда болсын, өмірде болсын, дәлелсіз, дәйексіз қара күйе жағуды, жала жабуды біреудің сыртынан өзім жек көремін. Сондай болғымды келмейді, солай болмауға тырысып жүрмін. Ешкімнің ала жібін аттағанды жек көремін, аттамауға тырысам. Әділдік жақсы көремін, шындық жақсы көремін. Азамат ретіндегі ұстаным. Барды бар деп
жоқты жоқ деп, ақты ақ деп, қараны қара деп ойлап отырсам. Орны болса, шамасы келсе, айтып отырсам. Ал отағасы ретінде сіздің отбасыңызда қалыптастырған қағидаңыз бар ма? Осы отағасы ретінде отбасында енді ең біріншісі жанұяның бақытын ұстау, жанұяның ынтымағын ұстау. Енді Құдайға шүкір бір қызымыз бар. Сол қызымызға ел қатарлы дұрыс тәлім тәрбие беру, болашаққа дайындау, адами, адал қасиеттерді бойына сіңіре білу. Сол жағынан тырысамыз. Басқалай асыра сілтеу. Енді бәрі еңбекпен келеді дейді ғой. Өзім енді кейбір деп айтпай қояйын. Сол қызыма болашақта сен осындай боласың, сен осындай мамандық иесі боласың деген ұстанымды өзім көп жаратпаймын. Оның өзі болашақ өзі көрсетеді. Қазіргі мақсатым, мен қызым айтатыным, қызым сен 11 бітіргенше тек қана оқу. Ар жағында сол алған білімің өзі сені болашағыңа өз жетелеп, өз тәрбиелеп апарады деп. Тек қана сол ұстаным. Актер үшін таланттан басқа қандай қасиет керек? Жалпы бағы мен бабы келіскен актер болу қиын шығар. Бағы мен бағы жанған актер болу үшін ең бірінші білім керек. Екінші ізденіс керек. Ойлау қабілеті керек. Сосын сахнада болып жатырған небір сәттерден шыға білу керек. Сосын өнерде де, сахнада, қойылымда бағы жану үшін жақсы бір қойылымда жақсы бір роль. Сосын сол актердің бағын аша білетін, жолын аша білетін жақсы режиссер керек. Сол қағидаларды ұстанса, актердің бағы жанады деп мен ойлаймын. Мен өзімнің ойым, парасатым, мен солай ойлаймын. Басқалай енді ешқандай түсініп тұрған жоқ. Өзіңізді бағы жанған актермін деп есептейсіз ба? Бағы жанған актермін деп өзімді асыра сілтемей қояйын. Енді рөлдерді ойнадым ғой, жаңа айттым, төреші көрермендер. Біреу жақсы қабылдайды, біреу көңілінен шықпаған кездерімде болған бұлар. Ал енді режиссерлардан бағы жанған актермін деп өзімді есептеймін. Себебі осы біздің театрға келіп қойылған қойылымдарда жақсы режиссерлар келді. Оны енді театрдың тарихында белгілі. Өзімізден бастасақ, жаңа Мұрат Ахманов, Мұқанғали Томанов, қаншама қойылымдар осы театрымызда үлкен әріптермен жазылып қалды. Репертуарда әлде тұратын қойылымдар. Әлімбек Оразбеков келіп кетті. Нұрлан Жұманиязов, Қуандық Қасымов, ең соңғы мына жұбанды қойған Гауһар Адайдың да өзінің бір ерекше режиссерлік стилі бар, қолтаңбасы бар. Сондай режиссерлармен жұмыс істегеніме, сахнада бірге болғаныма, солардан тәлім тәрбие алғаныма мен қуанбасам ренжімеймін. Себебі жаңа айттым ғой, мен өзім театр мамандығын үлкен оқу орнында алған жоқпын. Мені театр мамандығын үйреткен, әлі де үйрететін осы сахна, осы театр. Осы режиссерлардан, әріптестерінен үлкен сабақ алдым. От режиссерден бағым жанды, оны айта аламын. Өнерге жаңадан қадам басқан жастарға нендей кеңес берер едіңіз? Құдайға шүкір, қазір театрымызда жастарым жақсы. Жақсы. Енді физикалық тұрғыда да, білім жағынан да, өнер жағынан да Құдайға шүкір жақсы. Енді сәт қой. Әрбір сәтті бос жібермес екен деймін.
кезіндегі біздің біліп білмей істеген қателіктеріміз бар болса, соларды қайталамас екен деймін. Себебі 25 жас ол кетіп қалады, 20 жас кетіп қалады. А сол 20 жаста, 25 жаста алып қалатын бір сәттер болса, сол уақытта алып қалса екен деймін. Үлкейіп келіп, қайран 25 сол кезде мен неге бүйтпедім деп опынып қалмас екен, кейін өкініп қалмас екен деймін. Сондай тілектерім бар. Ол тілектер жаңағы адал еңбек, ақыл кеңес, оқу, білім, өнерге, сосын өнерін әрмен қарай ұштай беру. Ән жағынан болсын, аспапта ойнау жағынан болсын, өздерін қайта шыңдай беру. Сонда ғана өнер жастар өседі, арттарынан із қалады. Ертең ел айта жүреді, көрермені сағына жүреді, сол актерларды сағынып келетін болады. Сондай бір азын-шоғын ағалық кеңесім, басқа айтар ештеңем жоқ. Теміржан Қайратұлы, алтын уақытыңызды бөліп, бізбен әдемі әңгіме өрбіткеніңізге үлкен рахмет. Келі сахнада тезірек жолығатын күн тусын. Айтқаныңыз келсін. Келі сахнада тезірек жолығуды біздерді күтіп жүрміз аңсап. Енді театрдың шымылдығын ашылуын аңсап күтіп жүрген көрермендеріміз тағы да баршылық. Солармен қауышқанша күн жақсы болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, кейіпкер жобасының жаңа шығарылымын назардан тыс қалдырмаңыз. Ол үшін Хадиша театрының әлеуметтік желідегі және YouTube арнасындағы парақшаларын тұрақты бақыласаңыз болады. Эфирде жүздескенше ел аман, жұрт тыныш болсын.